Hello everyone. Today we are going to study part 4, lesson 4. Exercise 1. Listen and read. Бірінші жаттығу тыңда және оқы дейді. Тақырыбы flying kites. Kites дегеніміз батпырауықтардың ұшуы дейді. Бірінші суретке қараймыз. Не дейді? It's sunny today. Бүгін күн шуақты дейді. Келесі бала не деп айтады? It's windy too. Және желді дейді. Get ready everyone. Дайынбыз ба деп тұр әкесі, барлығымыз дайынбыз ба дейді. Oh yes, let's fly our kites. Әрине дайынбыз біздің батпырауықтарды ұшыруға. We are ready that. Біз дайынбыз әке дейді. Put your helmets on everyone. Put деген кию, your өздеріңнің, helmets деген шапка. Қалпақ, қорғайтын қалпақ, on everyone. Әрқайсың киіп алыңдар дейді. This is fun. Бұл өте қызықты деп тұр, Өте күлкілі, өте қызықты, весело деп тұр. Cody, look, your kite is flying high. Не дейді? Робот айтып тұр, Коди, сенің батпырауың жоғары ұшып жатыр дейді. Flying high дейді. Oh no, my kite is in the tree. О, жоқ, менің батпырауым ағаштың арасына кіріп кетті дейді. Rolla help дейді. Көмектес, Rolla деп тұр, Жетінші суретке қараймыз. Сынып дейді, сынып қалды дейді. Never mind, I have got an idea дейді. Ештеңе етпейді. Менде жаңа идея бар, ой бар дейді. New kite дейді. Жаңадан естеді батпырауық жасады, киіп алып өзі ролы. Next exercise 2. Read again and answer дейді. Яғни бірінші жаттығуды оқы дейді, қайталап оқы дейді. Және сұрақтарға жауап бер дейді. What the weather like today дейді. Бүгін like today, бүгін ауа райы қандай дейді. Бірінші суретте қандай дейді? Күн шуақты және желді. Today is sunny and windy дейді. Келесі екінші сұрақ. Where is Cody's kite? Cody'дің батпырауы қайда дейді. Алтыншы суретте талға қыстырылып қалды, ол Cody's kite in the tree. Талдың ішінде дейді. Next exercise 3. Choose a season. Draw a picture to show your friend what the weather is usually like in this season дейді. Бір мезгілді таңда, оны суретке салып, оның әдеттегі мезгіл қандай болатынын айтыңыз дейді. Мысалыға жазда алсақ, жазда не болады? Summer, жазда күн ыстық болады, Summer is hot, usually hot and sunny, yes. Next exercise 4. Make a kite, play the new kite game дейді. Kite, make a kite, батпырауық жаса және жаңа батпырауықпен досымен ойна дейді.